Саламатсыздар. Бүгінгі айтатын маңызды тақырып денсаулықты жақсартудағы тегін әрі пайдалы әдіс жаяу жүру туралы болмақ. Арнадан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыз. Сіз естімеген пайдалы ақпарат болатынына сенімдімін. Жаяу жүру адам үшін ең пайдалы табиғи жаттығу. Жаяу жүру денсаулықты жақсартудағы ең қолжетімді әдіс. Қазіргі таңда адамзат қозғалуға ерінетінді сонша, тіпті жаяу жүрмеу үшін түрлі амалдар ойлап тапты. Мысалы, эскалатор, жеделсаты, автокөлік, электромобильдер. Осы қызметтер себебінен адамзаттың қимыл қозғалысы азайды. Дегенмен жаяу жүрудің бірнеше пайдасын білгеннен соң міндетті түрде жаяу жүруді қолға алыңыз. Көп қабатты үйде тұрсаңыз, баспалдақпен көтеріліп, қоғамдық көліктен бір аялдама ерте түсіп, өз денсаулық сапасын жақсартуға тырысыңыз. Қазіргі таңда барлықтарыңыздың ұялы телефондарыңыз бар. Сол телефонға шагомер қосымшасын жүктеп алып, күнделікті неше қадам жүргеніңізді бағалай аласыз. Енді жаяу жүрудің пайдасына тоқталайық. Жаяу жүру жүрек қан тамыр және тыныс алу жүйесі жұмысын нығайтады, қан ағуын жақсартады. Яғни қанды көп айдап, барлық мүшеге көп мөлшерде оттегі мен қоректік заттарды тасымалдайды. Қант диабетін алдын алады және инсулин төзімділікті төмендетеді. Қандағы қант деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар көруді жақсартады. Көз іші қысымын төмендетіп, глаукома дамуының қаупін азайтады. Көру мүшесінің қан айналысын жақсартып, оған оттегі мен қоректік заттары баруын тездетеді. Келесі қасиеті бас ми жұмысын жақсартады. Миды оттегімен қоректендіріп, есте сақтауды жақсартып, жұмысқа қабілеттілікті арттырады. Нерв жүйесі жұмысын жақсартуға көмектеседі. Көңіл-күй, сенімділік, энергия және когнитивті қабілетке жауап беретін серотонин мен дофамин гормондарының деңгейін жоғарылатады. Стрессті азайтып, адамды тыныштандырады. Депрессия мен Альцгеймер ауруының алдын алады. Иммунды жүйені күшейтеді. Яғни вирустар, бактериялар, ісік клеткаларымен күресетін лимфоцит секрециясын стимулдайды. Сонымен қатар артық салмақтан арылтады. Бір сағаттан кем емес серуендеу зат алмасуды жақсартып, майдың қарқынды ыдырауын жақсартады. Жаяу жүру зат алмасу процесін жақсартып, иммунитетті көтереді. Америкалық онкологиялық орталық күніне 1 сағат жаяу жүрген әйелдердің сүт безі қатерлі ісігіне қарсы күресуге қауқары бар екенін айтады. Жаяу жүруді 30 минуттан бастаған жөн. Жайлап 1 сағатқа дейін ұлғайту қажет. Денемізді жақсы қалыпта ұстау үшін күніне 8 мың, 10 мың қадам жүру керек. Егер де осынша қадамды жүре алмасаңыз, қысқа интервалмен жүруді, яғни таңертең, кешке әдетке айналдырыңыз. Үйден шықпай жатқаннан 10-15 минут серуендегеніңіз абзал. Егер бір жерге асығып тұрсаңыз, жүгіру жүруден абзалырақ. Бірақ екі жаттығу арасындағы айырмашылық жылдамдықта ғана емес. Жаяу жүру кезінде кем дегенде бір аяқ жерде болады, ал жүгіру кезінде аяқ көбіне ауада қозғалады. Жылдамдық қаншалықты жоғары болса, адамның аяғы соншалықты ауада көп қозғалады екен. Жоғары жылдамдықпен жүгіретін спортшылар 45% уақытын ауада өткізеді. Бірақ аспанға ұшқан зат заңы бойынша жерге қайтып түседі. Сондықтан жүгірген адамның аяғы жерге қону кезінде адам омыртқасы өз салмағынан 3 есе ауыр салмақты көтеруге мәжбүр болады. Осы жағынан алып қарайтын болсақ, жүгіру адам денесін шымыр етумен бірге оған жарақатта әкеледі. Сондықтан омыртқа ауыратын адамдарға дәрігерлер жүгірмеуге кеңес береді. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз. Деніңіз сау болсын.